Қымбатты білім алушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымдағы видео, плейлист, шортс бөлімдеріне кіріп, күнделікті сабақтардың түсіндірілуі мен есептердің шығарылу жолдарын көре аласыздар. Сонымен қатар, ұстаздарға көмек ретінде сабақ барысында қолданылған әдіс тәсілдермен таныса аласыздар. Каналымды қолдау мақсатында менің каналыма жазылып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз параграф 23. Кездейсоқ шамалар және олардың түрлері. Кездейсоқ шаманың үлестірілім заңы. Ықтималдықтар теориясында белгілі бір шарттар орындалатын жағдайда тәжірибе жасалады. Тәжірибе қорытындысын оқиға деп қабылдайды. Оқиғалар үш топқа бөлінеді. Ақиқат оқиғалар, мүмкін емес оқиғалар, кездейсоқ оқиғалар. Кездейсоқ оқиғаларды зерттегенде оның сандық қасиеттеріне де тоқталып, оларды бағалау қажет. Сандарға сипаттама беру үшін ықтималдықтар теориясында кездейсоқ шама деп аталатын ұғым енгізіледі. Алдын ала белгісіз, тек тәжірибе нәтижесінде анықталатын бір мәнді шаманы ықтималдылық теориясында кездейсоқ шама деп атайды. Кездейсоқ шаманың екі түрі бар. Бірінші, дискретті кездейсоқ шама. Екінші, үзіліссіз кездейсоқ шама. Ықтималдылығының мәндері көрсетілген жеке мүмкін мәндерді қабылдайтын кездейсоқ шаманы дискретті кездейсоқ шама деп атайды. Мысалы, бір тәулік ішінде Алматы қаласының перзентханаларында дүниеге келген перзенттер саны дискретті кездейсоқ шама болып табылады. Мәндері үзіліссіз АБ кесіндісінде орналасқан кездейсоқ шамалардың үзіліссіз кездейсоқ шамалар деп атайды. Мысалы, кез келген өндіріс орнының немесе кез келген жан ұяның электр энергиясын пайдалану мөлшері үзіліссіз кездейсоқ шама болып табылады. X кездейсоқ шамасын алайық. Бұл X кездейсоқ шамасына сәйкес, оның қабылдайтын мүмкін мәндері осыған сәйкес X1, X2, X3, тағы сол сияқты XN деп алайық. Осыған сәйкес ықтималдылықтары P, X1-ге сәйкес P1, X2-ге сәйкес P2, X3-ге сәйкес P3, XN-ге сәйкес PN деп белгілеп алайық. Енді 12-ші кестеде кездейсоқ шама X тең X1 оқиғасының ықтималдылығы P1, ал X-тен X2 оқиғасының ықтималдылығы P2, X-тен X3 оқиғасының ықтималдылығы P3, тағы сол сияқты X-тен XN оқиғасының ықтималдылығы PN болу сәйкестігі орындалған. 12-ші кестеде берілген заңдылықты X кездейсоқ шамасының үлестірілім заңы деп атайды. Үлестірілім заңы. Кездейсоқ шама өзінің мүмкін мәндерін міндетті түрде қабылдайтын болғандықтан P1, P2, P3, тағы сол сияқты Pn-1 плюс Pn тең 1 теңдігі орындалады. 23-те бірінші есеп. 15-ші кестеде кездейсоқ шаманың толық емес үлестірілім заңы берілген. X кездейсоқ шамасының қабылдайтын мүмкін мәндері X1 4-ге тең, X2 7-ге тең, X3 10-ға тең, X4 13-ге тең, X5 17-ге тең. Ал ықтималдықтарының мәндері осыған сәйкес P1 0,5-ге тең, P2 белгісіз, P3 белгісіз, P4 белгісіз, P5 0,5. Кездейсоқ шама өзінің мүмкін мәндерін
міндетті түрде қабылдайтын болғандықтан P1 қосу P2 қосу P3 тағы сол сияқты Pn тең 1 теңдігі орындалады. Осы формулаға біз сан мәндерін әкеліп қояйық. P1-дің мәні бізде 0,100 5, P2 x, P3 x, P4 x, P5 0,100 бірге тең деп алайық. X үшеу, яғни 3x тең 0,105-ке 0,105-ті қосамызда теңдіктің оң жағына өткіземіз. Бірден азайтамыз 0,110. 3x тең 0,9, x тең 0,9-ды 3-ке бөлеміз, x тең 0,3. Жауабы P2 0,3, P3 0,3, P4 0,3. 23-те 6-шы есеп. 100 лотерея билеті сатылған, оларда 500 теңгеден 1 ұтыс, 100 теңгеден 10 ұтыс, 50 теңгеден 50 ұтыс бар. Ал қалған билеттерде ұтыс жоқ. Бір лотерея билетін сатып алған адам үшін ұтыстың үлестірім заңын табыңдар. Біз кестені сызып алайық. X кездейсоқ шама және ықтималдылық. Бұл жерде X-тің кездейсоқ шамасының бірінші X1 мүмкін мәні ол 500 теңгеден 1 ұтыс болды дейді. Келесі 100 теңгеден 10 ұтыс болды дейді. 50 теңгеден 50 ұтыс болды дейді. Ал қалған билетте ұтыс жоқ. Қалған билетіміз және ұтыс жоқ. 0. Енді 500 теңгеден 1 ұтыс ықтималдылығын табу үшін біз барлығы 1 ұтысты барлығы 100 билетке бөлеміз. 0,100 ықтималдылық болады. Ал келесі 100 теңгеден 10 ұтысты барлық 100 билетке бөлеміз. 0,1 ықтималдылық. Келесі 50 теңгеден 50 ұтысты бөлеміз барлық 100 билетке. Лотерея билетіне. 50 мен 100 қысқарады. 1, 2, яғни 0,5 ықтималдылығы. Ал енді мына жерде қалған билетте ұтыс жоқ, қанша ықтималдылық болған анықтау үшін біз бірінші формуланы қолданамыз. Ықтималдықтардың қосындысын бірге тең екендігін. Олай болса 0,100 0,1 қосу 0,5 қосу x тең 1. Осы жерден x-ті табамыз. Бірден азайтамыз. 0,100-ге 0,1-ді қоссақ 0,111, оған 0,5-ті қоссақ 0,161. Екеуін азайтайтын болсақ 0,139. Яғни қалған билетте ұтыс жоқ, ықтималдылығы 0,139 болады. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.